бізде видео диско покрас етілген жерден біткен еді. Диско покрас етілді. И қазір мен уже машина алуға келдім. Машина уже дайын дейді. Бізде 15 күнде машина шықты. Негізі 10 күнде покраска біткен еді, бірақ та 3 слой полировка болды. И шкурт еттік, одан сайын жылтырасын деп, маған өйткені қара цвет именно жылтырақ керек болды да. Прям от души жылтырату керек болды. Сол үшін прям от душинан ерінбей бәрін шкурт етіп, и полностью полировка жасадық. Енді машина сіздерге қазір көрсетейін, сіздерге әлі көрсетпедім. И жаңа біз полировка тағы да бір-екі жерін салатын жерін салып, полировка істеген болатынбыз. И сол жердегі моменттерді тағы да видеодан көретін боласыздар. Машина сіздерге ұнады деген ойдамын. Қазір біз сыртқа шығарып қайтадан кіргізген едік. Содан кейін мына баллондар лай болып қалды. А так былай енді машинаның цветін айта алмаймын енді. Мына осындай цветте, именно осы цвет маған қатты ұнайды. Бұл жерде ештеңе жоқ, прям қап-қара. Андай бір цветтерді қарайсың, вспышкамен қарағанда басқа цвет болып тұрады. Ал былай қарасаң қарада, онда ештеңе жоқ, прям қараның қара тұрғы. Прям от души қарап тұр. И біз осы 15 күнде шығарды деген. Негізі мен покрас етіп жатқан жердің рекорд десек болады. Скорость жағынан енді 15 күнде полный покраска ол білмеймін енді қалай қажетті жасайтын. Но именно осы макс деталькте прям жасайды екен. Мен енді сендім. Негізі 10 күнде біткен ағайын. Просто маған керек болды обязательно полировка. Өйткені полировка болмаса машина от души жылтырамайды. И қазір мен ойлап тұрмын, уже осы жерден шыққаннан кейін тағы да бір керамикасын жағып, одан ары қарай кішкентай болсын андай қорғайтын зат жағып тастаймыз. Өйткені бұл полировканы бізге ұстау керек. И мен шынымды айтсам, сіздерге өзімнің реакциямды мен инстаграмда қалдырған едім. Инстаграмға тіркеліп кетсеңіздер болады, Nuruz.kz. И сол жерде барлық видеоларды, процесстерді, и осы жердің контактысын және де адрестерін бәрін біле аласыздар. Сол жерге бәрін салдым. И енді машина шықты. Құдайға шүкір, қатты көп күтпедім, шынымды айтсам. 2 апта деген тез ғана өте шықты. Мен ойладым, уже барлық малярный сияқты біраз тұратын шығар дедім. Но бірақ та тез покрас етіп шықты. Мен бұл жерге үлкен рахмет айтамын. Маған ұнады, шынымды айтсам. Осындай цветте, именно осындай машина жақсы көретінім. Қара цветті ше, прям қап-қара болып тұрса, прям әдем көретін. Білмеймін, маған қатты ұнайды осындай. И дискін де покрас еттік, өздеріңіз көрдіңіздер. Кудо деген краскамен қатты жылтырақ болып кеткен сияқты маған, как будто. Но бірақ әдем болып тұр. Мына жерде сәл басқаша цвет болады екен, ал сыртқа шықсаң вообще әдем көрінеді. Құдай қаласа, өздеріңіз көрдіңіздер, мен кабан алған едім. Кабанды тағы да осы жерге салатын боламыз. Кабанды тоже покрас жасау керек. И тағы да бір алда бір машина бар, соны тоже осы жерге кіргізетін боламыз. Все, от души. Мына жерде жігіттер нереально сразу істейді. И клиенттерге вообще ұстамайды да, сразу беріп жатыр. Все, от души жігіттер. Стекала с гуся вода с 2 головами. Таков нынче образ, матушка Русь. Прости нас, брат Юра, мы все проебали. Весь космический мусор, за бугор ушел груз. Бізде покраска бітті, 15 күнде шықты. Покраска жасалынды, полностью покраска жасалынды. И машина сіздерге көрсетіп кетейік. Машина вот осындай болды. 17 моноблок. Және тағы да алдына посадка бердім. Чехова 41-ге барып, машина ровно тұр қазір. В данный момент машина ровно тұр. Және де по кузову жасалған жұмыстар. Енді өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Бізде мына жерлердің барлығында грибоктар бар еді. Барлығы уже сәл енді шіріп бастап жатыр. Өйткені енді бұл машина новый емес, жаңа емес. Бірақ та сонда да осы жұмыстардың бәрі уже біз жақсылап тазалап, оның бәрін жойып,
яғни шіріген жерлердің бәрін кетіріп, одан кейін барып біз кузовный жұмыстарды бастап, покрас етілді. Негізі көп сұрап жатыр менен, неге AMG бампер салмайсың дейді. AMG бампер салатын едім, бірақ та мен оригинал таппадым. Сол үшін біз осы сток вариантта қалдыратын болдық. Және де сток вариант негізі лучше ау менің ойымша. Өйткені стекловолокно деген бар, бірақ та ол маған ұнамады. Ертең зазор қойған кезде вообще ойнап кетсе, вообще лучше оригинал жақсы еді деген ой келіп қалады. Артына келетін болсақ, артында енді бізде надпис пока что жабыстырылмады. Мен ойлап тұрмын, жабыстырмай қоямыз ба деп. Бұлай мына тұрғанның өзінде әдемі сияқты менің ойымша. Выхлоптар, как обычно, өзінің орнында тұр. Енді по салону келетін болсақ, по салону особо жұмыстар жоқ, өзіңіз көрдіңіздер. Бізде сиденье барлығы почти идеальный деп айтсақ болады, ешқандай жыртық, ешқандай да бір түсіп қалайын деп тұрған жерлер жоқ. Негізі машинаның состояниесі жақсы, салонын айтамын да. Бірақ по кузову жұмыс жасайтын жұмыстар болған. Сол үшін бізде сәл арзан қалынды. Бізде айтып кетейін, бұл машина менде 2 миллионға келген еді, бірақ та вложениесімен 1 миллион 300 қосылып тұр. Сонда маған бұл машина 3 миллион 300-ге келіп тұр. Сонда айтайын, маған ұнады. Именно осындай нәрсені ойлаған едім. Қара цветте, ешқандай оттенок, онда ештеңе жоқ, чисто қап-қара цветте. Осындай цешка посадкасымен 17 моноблокта бұлай әдемі тұру. Мынаны қарасаңыздаршы, мынау. Просто мен айта алмаймын мен. Енді камерада қалай берілетінін білмеймін, бірақ та бұндай состояниеде цешка, именно цешка білеймін, особо көп емес, өйткені бәлігін көріп лупариктер көп, кабан жинайды көбісі, ал цешкаға ешкім көңіл бөлгісі келмейді. Цешканы да негізі жинап көрсетейін деген ғой сіздерге. Цешкада бұл да әдем болады негізі. Просто қазақтарда андай не ғой енді, С-класс, типа төмен да, адамдар типа онша менсінбейді, короче. Өйткені мен байқадым оны, өйткені мен 203 алдым ғой, сол кезде байқағам. Что-то лупарик группадағы балдар что-то сәл аржүш деген сияқты бір андай ойларымен айтады әңгіменше. Типа бұл лупарик емес қой, типа бұл ондай емес қой деп ше. Негізі ағайын, барлық машина почти бірдей ше, ешқандай да бөліп жарудың керегі жоқ. Енді мен именно класс бойынша айтып отырмын. Мысалға, бұл С-класс, E-класс и S-класс бар ғой бізде, основной жүретін. Мысалға, осындай С-класста, осындай состояниеде кез келген жерге кіріп келсеңіздер, негізі мен ойлаймын, мынандай состояниеде машинаға любой адам қарап бағасын береді. Ал егер де мысалға қараңыздар, сізде бюджет айтайын, қатты көп емес, арзандау ба да бюджет. Сіз, мысалы 3 миллион 200, либо 3 миллион 500, либо 4 миллионға дейін оқшым. Сізде ақша бар. Бірақ та сіз лупарик алыңыз депті да. Бірақ лупарик ешқандай состояниесі жоқ. Оқшым, сәл өлейін деп тұрған Мерседес бар да. Жанында осындай идеальный цешка тұр. Мысалға, сіз не таңдар едіңіз? Енді қазір комментарийде мен біліп тұрмын, по-любому айтады. Ой, лупарикке жететін ештеңе жоқ. Лупарик кең дейді, мынау кішкентай дейді. Мынау шынымды айтайын, особо анау айтқанда кішкентай емес. Адам сият артына, егер де бірақ та таксист болатын болсаңыздар, онда артына сыймайсыздар. Повседневно артына адам отыратын болса, енді сәл неудобно, но лупарикте де сондай. Менде лупарикте қанша мініп айдадым, сиденьені до конца артқа жіберетін, прям артта по-любому орын қалмайтын. Сіздерге айтарым, бұл хоть С-класс болсын, хоть E-класс болсын, хоть S-класс болсын, бірақ та осындай состояниеде любой машина айдасаңыздар, кез келген адам сізді машинаны қарап бағасын береді. Мысалға, мынан машинаның өзімен жүріп, біз қалада уже біраз адамдар айтып жатыр бізге, машинаның тема екен, бұл цешка ма или 124 па деп айтады маған ше, көбісі шатастыратын алдынан ше. Бірақ та мен айтамын С-класс деп, 202 деп. Бәрі таңғалады да, бұндай 202 типа жинауға болады ма не деген сияқты. Мен шынымен қалада көрем, ешқандай да бұл 202-ні бір әдем қылып айдап жүрген ешкімді байқамадым. Енді бар шығар С-43 AMG, С-55 AMG дегендер. Бірақ енді олар по заводу и так әдем болып шығады ғой. Олар көп жүрмейді, расход көп болғаннан кейін көп жүрмейді. Бізде именно осындай С-204 112 мотормен бұндай состояниеде аз, шынымды айтайын. Все ағайын, барлық енді шынымды айтсам, осымен бізде выпуск бітетін шығар. Өйткені 202 мен
уже біз сатуға қоямыз инстаграмға. И сонымен бұл машина бітеді. Бұл машина, шынымды айтсам, технически вообще идеальный ше. Өйткені қанша айдадым, қанша суық болды, суық күнде айдасам да вообще қалдырмады. Мен ризам бұл машина. Бұл технически прям идеальный екен ше. И мысалға уже біз кабанды алдық, кабан уже бізде S100-да тұр, өйткені енді 104 мотор 1-2 жерін жасату керек болып тұр. Ал мына машина қанша айдадым мен, қыста хоть кеше бізде қатты суық болған, сол кезде вообще без проблем сразу оталып кете береді. И қанша күн болды осы машинаны айдап жүрмін мен, кабанды алсам да. Кабан енді, видите, ол жерде 3.2 мотор, 104 болған екен, сәл ауырлау жүреді, анау бұл жүреді. Бұл машина мен ризамын, ешқандай өкпем жоқ. Бұл машина прям әдемі шықты деген ойдамын, сіздерге де ұнады деген ойдамын. И енді бізде сатылады бұл машина. Енді сіздерде бірақ видеоны кеш көресіздер, сондықтан да уже үлгермейсіздер, өйткені мен уже инстаграмға салам бірінші болып. И колесоға да саламыз, и содан кейін возможно бұл машина сатылып кетеді. Уже көріп, уже өтіп кеткен болуы мүмкін енді. Бұл машина, рахмет айтам, прям әдем машина, респект, красавчик. Ешқандай да претензиям жоқ, әдем машина. Егер де осындай жас болсаңыздар, бір 18-19 жаста болсаңыздар, мерске қатты қызығатын болсаңыздар, осындай машина алыңыздар. Сіздер өкінбейсіздер. Бұл машина тоже задний приводный, Мерседес па, Мерседес. И айтып отырмын ғой, жаңа қалада жүрміз уже. Қанша былай телевизор ашып қоясың, қасың келеді. Брат, бұл чо за Мерседес деп кәдімгідей қызығады шадымда ше. И сіздер де осылай айтасаңыздар болады, сіздер де мінсеңіздер болады, тура осылай. Ал ағайын, сіздермен бірге болған Нұрс KZ, ал камераның артында тұрған Кемеңгер деген бала, сап-сары. И оған да рахмет айтамыз. Бізде уже сағат кеш болып кетті. Сіздермен бірге болғандарымызға біз қуаныштымыз. И комментарий астына лайк басып кетіңіздер. И цешкаға отдельно бір лайк бассаңыздар, мен тоже риза болып кететінім. Ал все, цешка осымен бізде бітеді. Цешка бізде ары қарай келесі хозяинға кетеді. Записной так много номеров, много лишних персонажей и звонков. Себя держу подальше от веществ и от грехов. Держусь от тех, кто тянет стать наживой для ментов. Мыслю выше.